Екі адам бір-бірімен құпия ақпаратты бөліскісі келеді деп елестетейік. Яғни олар қашықтықта жеке деректермен бөліседі деген сөз. Алайда олардың байланыс кезінде бөліскен ақпаратын Еркебұлан есімді адам аңдып тұр делік. Сол себепті Әйгерім байланысты құпия код түрінде әріптерді қолданып орнатуды ұсынды. Қазір сол туралы толығырақ айтып беремін. Ең алдымен Әйгерім тек өзі және Абылай білетін кілттің көмегімен өз ақпаратын қораптың ішіне салып, оны құлттайды. Бұл шифрлау деп аталады. Кейін бұл қорап Абылайға жіберіледі. Абылай қорапты жаңағы кілтпен ашып, ақпаратты көре алады. Ал бұл процесс шифрды шешу деп аталады. Криптография ілімі біз құлыптарды қолданудан бас тартып, шифрлауға көшкен уақытта өз бастауын алған. Сол себепті шифрларды құлып ретінде қарастыруға болады. Құпия ақпаратты Еркебұлан иеленіп алса да түсінбейді. Себебі криптографиялық шифрлар ондайға жол бермейді. Криптографияның 1000 жылдан аса тарихы бар. Ежелгі заманда соғыс кезінде сәтті пайдаланылса, қазір ғаламторлық байланыста шешуші рөл атқарады. Криптография ілімінің ғажайып тарихын түсіну үшін сандар және ықтималдылық теорияларын білу қажет.